если, жаман эле кымбат да, ты поняла, да? Я твой буду, ты моя будешь. Во всем смысле. Әріптестер, біз ол кісіні жұмысқа алған кезде, мысалы өзіңіз таңертең екеуміз келгенде айтып біз конкурс бойынша по всем категориям өтіп тұр. Категориясы бар, стажы бар, дипломы соответствует, курсы бар. 57 приказ. До конца дайте мне. До конца. Мы его принимали, получается, но испытательным сроком на 3 месяца. Енді мына кісілер бүгін келгеннен кейін мен сразу сіздерге айттым, такое жалоба уже не рассматривается. Дисциплинарный совет болды, мы вывели, его увольняем. Он уже написал заявление, мы уже распрощались. Дальше, если... Красивое заявление. Красивое заявление, да? То, что ертең ол басқа мектепке барып тұрып жұмысқа қайтадан. Бұл емес па? Жасөспірімге қырындау деген. Балалардың бәрі енді айтып жатыр. Біз сіздің алдыңызға факт әкеліп тұрмыз ғой. Неге статьямен шығармадыңыз? Жасөспірімдерге қырындау сіз үшін статья емес па? Түнгі сағат 10-да жазылған. Жауап беріңізші ма? Конечно. Неге сізге оған соңғы увольнение жібердіңіз? Сіз неге сіздің мектебіңіздің ішінде болып жатқан мәселеге қазір немқұрайлы қарап, өзіңіздің мынау орныңызды ойлап, сіз оған увольнение жаза саласыз. Неге? Соған жауап беріңіз. Өзінің ойласың. Менің балам